студенттер. Мен тығырық бір тобының студенті Серікбай Алтынша Жайбек қызы. Қазіргі жағдайларға байланысты машықтаманы қашықтық түрде өтіп жатырмыз. Бірақ бұл бізге шектеу емес. Қазір сіздердің алдарыңызда тығырық бір тобының машықтамадан үзінді көрсетеміз. Бүгінгі жоспар бойынша берілген тапсырма дидактикалық ойындарды ұйымдастыру және де өткізу болып табылады. Менің алған ойыным бұл заттарды орналастыр ойыны болып табылады. Біз қазіргі жағдайға қарамастан ойындарды берілген тапсырмаларды үй жағдайында орындауға тырысып жатырмыз. Аружан, сенің алдында парақтар жатыр. Бұл парақтарда суреттер бейнеленген. Бірінші суретте не бейнеленген? Ыдыс. Ал екінші суретте? Аю. Дұрыс, ал аюды біз ойыншықтарға жатқызамыз. Сенің сүйікті ойыншығың бар ма? Бар. Қандай? Қуыршақ. Жарайсың. Ал ыдыстарға біз нелерді жатқызамыз? Шайнек, тарелке, қасық, айыр, тағы да басқалары. Жарайсың. Дұрыс айтасың, Геран. Қазір біз осы гүлдердің шамдарын сүртеміз. Ең бірінші осылай сүртеміз, кәне. Және шамдар сүртіп болғаннан кейін біз гүлдерге су құямыз. Су құямыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер мен студенттер. Бүгін мен сіздерге осы машықтама барысында жасаған көрнекіліктерімді көрсетемін. Сәлеметсіздер ме? Мен тығырық бір тобының студенті Асқарова Аида. Қашықтан оқыту барысында бізге берген тапсырмалардың бірі, яғни бұл ата-аналар кеңесі брошына арналған бір бүл жазу керек болатын. Буклетіміз дайын. Осылай ол кез келген тақырыпта ата-аналар брошын сәндеуге болады. Рахмет. Мен сізге өзімен бірге сиқырлы қобдиша әкелдім. Қанеке, бірге көреміз бе, не бар екенін білгіңіз келеді ме? Иә. Жарайсың, ендеше бірге ашып көрейік, иә? Жарайсың. Бұнда не бар екен? Түрлі түсті сандар. Дұрыс айтасыз, түрлі түсті сандар. Ендеше түрлі түсті сандарды алып, өзі ретімен санап шығайық. Қанеке, алып шыға қойш. Бір, жарайсыз. Екі. Әсет, неге қара? Үш. Дұрыс. Төрт. Жарайсыз. Тамаша. Бес. Балалар, біз қасымдермен қамемісі ойнаймыз, иә? Бұл жерде қазір бізде шыққан оған болады, мысық, еңілік болады, иә? Екеуін кәне сыққа шығарып тұрды. Ал мінекей біз сықпаймыз. 1, 2, 3. Қане кеттік. Салондар. Байрамаймыз шамыз. Мысық шыққанды қуады. Ой, жарайсың, кәне кеттіресіңді. Шық кетелді. Негізгі жаттығуға көшпес бұрын жалпы дамыту жаттығуын орындаймыз. Ол үшін аяқты алшақ қоямыз, қолды белге қоямыз, басымызды дұрыстап, Сөзімді қорытындылай келе, біз осы мемлекеттік іс тәжірибені жақсы деңгейде аяқтаймыз деген ойдамыз. Барлық құжаттарды жақсы деңгейде тапсырамыз. Осындай бізге жағдай жасап жатқан колледж тарапына Абдиханова Гүлжан Доразовнаға, Абжанова Ақбала Қуанышевнаға, Рахпанова Балтыл Ганиевнаға алғысымызды білдіреміз.